жоңғарлар осы арқылы қытайлар жеңе алмасын түсініп, өзі сияқты көшпелі қазақтарды және мына жақта отырықшы халықтар Бұхара, Қоқан сияқты хандықтарды тізерлетіп, Иран жеріне өтпекші болды. Иран жеріне. Міне Иран аймақтарына өтіп кетпекші болды. Осы жақта әйтеуір аман қалатынын сезді қытайлардан. Қытайлар қуғындап ол жаққа жетпейтін, өйткені тарихта қытайлар ешқашан деп айтсақ та болады, осы кезге дейінгі тарихты алып қарайтын болсаң, соны біздің заманымыздан бұрынғы дәуірді, соғысушы патшалықтар дәуірінен бастап қарайтын болсаңыз, тіпті Қытай әскері максимум мына Бұхара жеріне ғана келді. Максимум. Одан әрі Парсы жеріне өтпеді. Парсыны қытайлықтар босы деп атады. Босы. Парсы жеріне өтпеді олар. Парфия жері туралы тек алыстан ғана естіп жатты. Қытайдың саяхатшылары, Қытайдың мына генералдары, кейіннен мына жақта билік құратын генералдар тек Парсы мемлекеті туралы тек алыстан ақпарат естіп отырды. Бұлар жібек өндіруден жарысты бір-бірімен. Сонымен жоңғарлар қытайлардың қысымынан құтылатын жалғыз выход дейді, яғни жалғыз жол бұл батыс деп есептеді. Батысқа қалай да Парсы жеріне өтіп кету. Алайда жоңғарлардың планы тасталған болды. Жарты жолдан. Қазақтардың жерін басып өте алмады бұлар. Қазақтар жерінде тасталқан шығып, тұтастай мемлекет жер бетінен жойылып кетті. Қазір жоқ болып кетеді жоңғарлар. 45, 1745, 1555. Негізі ресми датасы 1758 жылы жойылды деп есептеледі. Ресми дата бірақ енді 1755-те бұлар уже талқандалып жатты.